Саламатсыздар ма оқушылар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Есепті түсіндірмес бұрын сіздерге менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта барлық есептердің жауап шешімімен осы менің каналымнан таба аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Саламатсыздар ма оқушылар? Біздер бүгін квадраттық теңдеуге берілген теңдеулерді шығарып үйренетін боламыз. Бізде қазір шығарылатын есеп номер 307 есеп. Бізде теңдеудің түбірлерін табуға берілген. Бізде мынадай теңдеу берілген: x минус 1, x плюс 1, x квадрат плюс 1-дің көбейтіндісі тең болады 10x квадрат минус 10-ға. Енді осы берілген теңдеуді мен квадраттық теңдеуге қалай келтіремін? Сол жөнінде сіздерге түсіндіретін боламын. Алдымен бірінші есептің сол жағын шығарып алуымыз қажет болады. Ол үшін бірінші x минус 1, x плюс 1 деген екі өрнекті бір-біріне көбейтіп аламыз. X минус 1, x плюс 1 деген естеріңізде болса қысқаша көбейту формуласы бізде. X минус 1, x плюс 1-ді көбейткенде бізде x квадрат минус 1-ге тең болады. Яғни екеуін ашып жазғанда, ықшамдап ашып жазғанда бізде x квадрат минус 1 түріне келеді. Сонда мына екі жақша бізде x квадрат минус 1-ге тең. Яғни жақшаға аламын, көбейтемін, келесі жақшаны жазып қоямын. X квадрат плюс 1 тең болады 10x квадрат минус 10 деп жазып қоямын. Енді бізде тағы да қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. X квадрат минус 1, x квадрат плюс 1, ол бізде, яғни x квадратты x квадратқа көбейтсек, біздер қалай көбейтетін едік? Сіздерге көрсетіп жіберейін. X квадрат көбейтілген x квадрат бір-біріне көбейткенде негіздері сол күйінде қалады, бірдей болған жағдайда. Ал дәреже көрсеткіштерін істейтін еді, қосылады. Сонда 2 орнына қоссақ 4 болады. Сонда x квадратты x квадратқа көбейтем, x-тің 4 дәрежесі және минус 1-ге тең. Қазір сразу ашып сіздерге көрсетіп жіберейінші қалай көбейткенімді. X квадрат минус 1 көбейтемін x квадрат плюс 1-ге. Бірінші x квадратты x квадратқа көбейтем, x-тің 4 дәрежесі, келесі x квадратты 1-ге көбейтем. X квадрат x квадраттың x-тің 4 дәрежесі, x квадратты 1-ге көбейткенде x квадраттың өзі және таңбасы, екінші тұрған санның алдында таңба қандай болса, таңба сол таңба жазылады. Яғни 1-дің алдында плюс, бізде плюс жазылады, x квадрат. Келесі минус 1-ді x квадратқа көбейтем, минус x квадрат. Енді 1-дің алды минус, мына жердегі таңба сонда бізде өзгереді. 1-ді 1-ге көбейтемін, 1, сонда минус 1. Енді ықшамдай қараңыздар. Минус плюс x квадрат пен минус x квадрат таңбалары бір-біріне қарама-қарсы, яғни екеуі жойылып кетеді. Сонда 0 болып кетеді, 1 болып кетеді. Енді қараңыздар, x-тің 4 дәрежесі қалады және минус 1. Сонда мына жердегі x квадрат минус 1 мен x квадрат плюс 1-ді көбейткенде бізде x-тің 4 дәрежесі минус 1 болады. Тең болады 10x-тің квадраты минус 10-ға. Жақсы, жазып алдық. Енді бізде қараңыздар, квадрат теңдеуге келтірілген теңдеу бізде қалай беріледі? Бастапқы формуласы бізде ax квадрат плюс bx плюс тең с тең болады 0 түріне келу керек. Бір кезде бізде енді қазір бір жерде 4-ші дәрежелі тұр, яғни бізде квадрат теңдеуге келу керек. Бізде әлі квадрат болған жоқ. Квадрат теңдеуге келтіру үшін x-тің 4 дәрежесі ол бізде x квадрат көбейтілген x квадратқа тең болады. Енді
x осының x квадраттың біреуін біз жаңа айнымалы енгізу арқылы есептеп шығаратын боламыз. Сонда x квадраттың біреуін біз y деп белгілеп аламыз. Сонда қараңыздар, x квадраттың біреуі y болса, көбейтемін, тағы да x квадрат бізде y болып белгіленіп тұр ғой. Яғни y пен y-ті көбейтсек, бізде y квадрат болады. Сонда мына x4 дәрежесінің орнына мен не деп жазамын? Y квадрат деп жазамын. Минус 1 тең болады 10. X квадрат y деп белгілеп алдық қой. Сонда 10y минус 10-ға болады. Енді осы теңдеуді шешу үшін қайттан жазамын. Y квадрат минус 1. Енді мына тең болаттан кейінгі өрнекті мен қарама-қарсы таңбаға ауыстырып 0-ге теңестіремін. Сонда минус 1 минус, яғни қазір осы тұрғанда плюс болып тұр ғой, мен ол минусқа шығарам. Минус 10y. Мынау алды минус болғаннан кейін мына жердегі таңба плюске өзгереді. Плюс 10 тең болады 0. Енді міне квадрат теңдеуі келіп қалды. Y квадраттың өзі, басқа y квадрат жоқ бізде, көріп тұрғандарыңыздай. Минус 1 плюс 10. Яғни біреуі минус, біреуі плюс болса, сандар бір-бірінен азайтылады және үлкен санның алдындағы таңба қойылады. Үлкен санның алды бізде плюс және азайтылады. 10-нан 1-ді алам, 9. Сонда плюс 9 минус 10y тең болады 0. Немесе былай жазам, y квадрат минус 10y плюс 9 тең болады 0. Міне, бізде квадрат теңдеуге келтірілді. Осы квадрат теңдеуді ары қарай шешеміз. Квадрат теңдеуді шешу үшін біз дискримантты табамыз. Дискримант тең болады, яғни v квадрат минус 4ac деген формулаға қоямыз. Бізде v-ның орнында міне 10 тұр. Сонда 10-ның квадраты бізде 100, минус плюс болса минус болып жазылады. Минус, а-ның орнында 4 тұрақты сан көбейтілген, а-ның орнында міне 1 коэффициенті 1, көбейтілген с-ның орнында 9 тұр. Тең болады 100 азайтылған 36 тең болады. Нешеге тең? 64-ге тең. 64 бізде нешенің квадраты? 64 бізде 8-дің квадраты. Яғни бізде теңдеудің неше түбір болады? Квадрат теңдеудің 2 түбірі болады. Енді осы түбір табамыз. y1 тең болады. Бізде минус 10v ол формуладан плюс болып түседі. Сонда 10 қосылған 64-тің квадраты, яғни 8. 10 қосылған 8 бөлімінде 4 көбейтілген 1 болады. Сонда y1-ді тауып алдық. 10 қосылған 8 бөлімінде 2 көбейтілген 1. Яғни формула бойынша 2 деген тұрақты сан. 1 деген ол а-ның орнында тұрған сан. Яғни жауабы 9-ға тең. Келесінде формула бойынша бірінші плюс бойынша табамыз, екінші минус бойынша табамыз. Сонда 1-ге тең. Енді бізде теңдеу әлі аяқталған жоқ қой. Біз бастапқысында міне x квадратты неше y деп белгілеп алдық. Енді 1y1 x квадрат, жалғастырамыз. X квадрат тең болады. Бізде y1-іміз нешеге тең? y1-іміз 9-ға тең. Яғни x квадрат тең 9-ға. Яғни y1-дің бірінші теңдеудің бірінші шешімін мына бастапқы x квадраттың қасына кеп қойып атымын. Сонда x квадрат 9-ға тең болса, x1 3-ге тең, x2 плюс минус 3-ге тең болады. Немесе минус плюс деп орын алмастыруға беруге болады. Келесі x квадраттың орнына y2-ні қойсам, ол 1-ге тең. Сонда бізде жауабы қанша болады? Сонда жауабы плюс минус 3-ге
және 1-ге тең болады екен. Бірінші 307 есептің асы.